Джихан мен жаңа үйленген әйелі Ханчер жарық сөнген кезде жалғыз қалды. Сол сәтте екеуінің арасында жылы сезім орнай бастаған еді. Кенет жарық қайта жанып, Джихан өзін ұстап, орнынан тұрып Ханчермен қоштасты. Бұл үйге өз бөлмесіне оралған соң, ойынан Ханчердің бейнесі кетпей қойды. Ал Ханчер де оған аздап жылы сезіммен қарай бастаған еді. Келесі күні таңертең Джихан дәрігерге қайта қоңырау шалып, ота жасауға жазылды. Дәрігер оған мұндай ойдан бас тартуын айтып, Ханчердің дені сау екенін, бұл әдісті қолдануға болмайтынын түсіндірді. Бірақ Джихан егер ол келіспесе, басқа дәрігер табатынын айтты. Ол бұл жаңалықты анасымен бөлісіп, басқа дәрігер табуын өтінді, себебі өз танысы көмектесуден бас тартқан еді. Бизи олардың әңгімесін естіп қалып, бұрын өзі түсік жасатқан дәрігерін есіне түсірді. Ол дәрігерді анасына ұсынды, досым айтты, бұл дәрігер өте тәжірибелі деп сендірді. Анасы ештеңеден күдіктенбестен дәрігердің мекен-жайын Джиханға берді. Ал Бизи дәрігердің өзіне ертерек барды. Бизи кезінде 4 айлық қыз баланы көтеріп жүргенде, оның қыз екенін білген соң түсік жасатқан еді. Сол кезде отадан кейін бала көтере алмай қалған, ал бар кінәні дәрігерге артқан. Сол оқиғаны пайдаланып, ол дәрігерді қорқытып, Ханчерге де өмір бойы бедеулік әкелетін ота жасатуды бұйырды. Көп ұзамай Джихан мен Ханчер дәрігерге барды. Дәрігер аты жөнінен бұл сол Бизи айтқан әйел екенін білді. Тексеруден соң дәрігер Джиханның танысы секілді, табиғи жолмен бала сүюге кеңес берді. Бірақ Джихан бәрібір отаны талап етті. Дәрігер ота барысын егжей-тегжейлі түсіндірді. Ханчер оны тыңдай отырып, барған сайын қорқа түсті. Екеуі ауруханадан шыққан соң саябақтағы орындыққа отырып әңгімелесті. Джихан дәрігердің сөздерін ойлап, бұл отаның Ханчерге қаншалықты ауыр болатынын енді түсінді. Ол ойланып, Ханчерден қиын болмай ма деп сұрады. Ханчер, егер қиын болса, сен отаны тоқтатасың ба деді. Джихан үндемеді. Сонда Ханчер уайымдама, бәрі болады деп өзін жұбатты. Бірақ ол инелер мен дәрі-дәрмектерді көргенде қатты қорқып кетті. Қолына инені бірнеше рет ұстап, сала алмады да, Джиханның жеңгесін көмекке шақырды. Қатты ауырса да бір инеден соң бір инені салып шықты. Джихан Ханчер үшін алаңдағанымен қолынан ештеңе келмеді. Бұл баланы дүниеге әкелу керек деп шешті. Келесі күні Ханчердің ауруханаға отасы бар еді. Бірақ Джихан жұмысын бар деп онымен бірге бармады. Оның орнына 2 жеңгесі еріп барды. Олар Ханчерді жұбатып, қорықпа деді. Ханчер үндемей отаға дайындалды. Сол сәтте Джихан саябақта бір әйелмен кездесті. Ол дәрігердің бұрынғы көмекшісі болатын. Джихан дәрігер жайлы жаман сыбыстар естіп, оның рас өтірігін білгісі келді. Әйел оған шындықты айтты. Бірде 4 айлық жүкті әйел түсік жасатпақ болғанда, дәрігер алғашында қарсы болған, себебі ол қауіпті еді. Бірақ ақыры әйелдің ақшасын алып, отаны жасаған, ал сол әйел өмір бойы бедеу болып қалған. Мұны естіген Джихан дереу ауруханаға қарай жүгірді. Ал ол кезде Ханчер ота залына кіріп кеткен еді. Қыз қолдан ұрықтандыру отасына түспек болып, үстелге жатты. Бірақ дәрігер сатылып, оның ана болу қабілетінен айырмақ болды. Джихан қатты жылдамдықпен ауруханаға жетіп, күзетшілердің тосқауылына қарамай, операция бөлмесіне кіріп кетті. Дәл ота басталар сәтте ол дәрігерді тоқтатты. Ханчер не болғанын түсінбей, әлсіз дауыспен сұрады. Ол қатты қорыққан еді. Ал Джихан оны сабырға шақырып, қорықпа, мен осындамын деді де, Ханчерді көтеріп алып шықты. Жеңгесі дәрігердің бұрында сондай былығы барын естігенде, жүрегі мұздап кетті. Бизи бәрі мінсіз жоспарланған деп ойлаған еді. Бірақ дәрігер қоңырау шалып, Ханчерді Джихан алып кетті. Операция болмай қалды дегенде ашуға булығып, үстелдегі шай кесесін лақтырып жіберді. Сәлден соң қорқыныш биледі, себебі дәрігерді анасына өзі ұсынған болатын. Егер бұл ашылса, міндетті түрде өзінен күдіктенеді. Сол себепті ол киімдерін жинап, біраз уақытқа кетіп қалмақ болды. Бірақ ештеңеден хабарсыз анасы оны қалуға көндірді. Дәл сол сәтте қызметші Джиханның Ханчермен бірге қайтқанын хабарлады. Джихан Ханчерді ескі үйге жеткізіп, дереу виллаға қайта оралып, анасынан дәрігердің нөмірін қайдан алғанын сұрады. Дәрігер ақша үшін ар-ұжданын сатып жіберген еді. Бизи жоғары қабатта қорқып дірілдеп отырды. Бірақ анасы оның атын атамады. Дәрігерді досым ұсынған деп қана қойды. Өзі де дәрігердің ондай адам екенін білмегенін айтты. Бизи терең дем алып, тынышталып қалды. Ал Ханчер есін жиған соң, Джихан келіп, оған дәрігер жайлы бәрін айтып берді. Джихан кетіп қалғанда, анасы ақыра ашуға булығып, барлығын үйден шығарып, бөлмесіне кіріп, қолындағы таяқпен еденді тарсылдатып, Бизинің бөлмесіне келді. Бизи дірілдеп, қателігін мойындай бастады. Анасы айқайлап, осындай оймен жүріп, қалай немеремді тәрбиелейсің деді. Таяғын көтеріп соғайын деп тұрып, ақыры өзін тежеді. Ол Бизині жазаламайтынын, тек өз қанынан шыққан адам болған үшін кешіретінін айтты. Бірақ келесі жолы ешкім оны қорғап қала алмайтынын ескертті. Сосын Бизиге үйіне кетіп, өз ашуы басылғанша қайтпауын бұйырды. Алайда Бизи өз кінәсін түсінген жоқ. Бар кінәні сәтсіздікке жапты. Келесі жолы бәрін жақсырақ істейін деп ойлады. Джихан болса, өзін кінәлі сезініп, Ханчердің көңілін ауламақ болды. Кешке ол мейрамханадан орын брондап, Ханчерге жөндеп киінді, менімен бірге бір жерге барасың деді. Бірақ қайда баратынын айтпады. Ханчер бұған қарсы болып, барғысы келмейтінін айтты. Джихан оның қолына көйлекті ұстатып, бұл еріңнің өтініші деді. Амалы жоқ. Ханчер киініп онымен бірге барды. Мейрамханада Джихан бәрін өзі шешіп, тағамды да өз қалауымен таңдады. Ханчер мұндай үстем мінезге ренжіді. Ал Джихан оған қасықтағы тағамды ұсынғанда, айналадағы адамдар да бұған таңырқай қарады. Ханчер амалсыз жеді. Ал Джихан дәмі жақсы ма деп сұрады. Ханчер үнсіз қалды. Ол бұл кештің не үшін керек екенін сұрады. Айтар сөзің болмаса, үйде де айтуға болар еді ғой деді.
Бірақ Джихан еш жауап бермей, тамағын жалғастыра берді. Ханчер бұл кездесудің себебі Джиханның кінә сезімінен туған амал екенін білді. Ал өзі одан тек бір ауыз кешір деген сөз күтті. Бірақ Джихан, мен сөзбен өзімді жеткізе алмаймын деп, оның қолын ұстап, алақанына бір із қалдырғандай болды. Бұл Ханчердің елесі ғана еді. Шын мәнінде Джихан өзін кінәлі сезінбеді. Келесі күні Ханчер өзі дәрігер досына барды. Ол болған жайды айтып, отаны сол жерде жасатқысы келетінін жеткізді. Дәрігер басқа қауіпті жерге бармас үшін амалсыз келісті. Содан кейін Ханчер бұл туралы Джиханға айтып, ертең бірге баруды сұрады. Бірақ Джихан оны кейінге қалдырғысы келді. Таңертең анасы басқа дәрігер іздемек болғанда, ол қарсы шыққан еді. Ал енді Ханчер өз бетімен шешім қабылдады. Ханчер мұны Джиханның қалауы деп ойлады, ақшасын алған соң бала табуы керек деп түсінді. Джихан оның қырсықтығына не істерін білмей, дәрігерге барды. Неге сен оның өтінішін қабылдадың деп сұрады. Дәрігер, келіспесем, сенімсіз адамдарға барып қояды ғой деді. Ол Джиханнан неге бұл жолдан мүлде бас тартпайсың деп сұрады. Бірақ Джихан жоқ, жай ғана асықпау керек. Ханчердің демалып алуына мүмкіндік беру керек деді. Дәрігер ашуланып, онда ертең ол келсе, жасаймын ба, жоқ па деді. Келесі күні таңертең Ханчер оянғанда Джиханның сырттағы диванда үнсіз отырғанын көрді. Ол киініп, сыртқа шықпақ болғанда есіктің құлыптаулы екенін байқады. Мұның не? Мені түрмеге қамамақпысың деді ол ашуланып. Джихан жауап қатпады. Терезеге барып, кілтті сыртқа лақтырып жіберді. Енді тек сен ғана емес, мен де қамалдым деді ол сабырлы үнмен.